Наурызда жасалатын ұлттық тағам наурыз көже. Наурыз көжеге 7 дәм қосылады. Қазақ халқында 7 саны қасиетті сан. Наурыз көженің құрамындағы дәмдер де қасиетті. Олар молшылықтың, тоқшылықтың, сәттіліктің, байлықтың, берекенің белгісі. Наурыз көжені дайындау үшін су, сүрленген ет, жүгері жармасы, бидай жармасы, тары жармасы, айран, тұз қажет. Су бар тіршіліктің көзі. Ет астың дәмін келтіреді, дәрумендерге бай. Жарма түрлері дәрумендерге бай, әсіресе гемоглобині көп. Айран қазақтың киелі асы, денсаулыққа пайдалы. Тұз астың дәмін келтіреді, адам ағзасына пайдалы. Наурыз көжені әр өңірде түрлі әдіспен дайындайды. Ата-бабаларымыздың айтуы бойынша, бұл күні наурыз көжені тойып ішкен адам жыл бойы молшылық пен тоқшылықта болады.